29 шілдеге арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты асықпаңыз, бүгін сізге тәртіп пен сақтық ерекше қажет болады. Импульсивті әрекеттер мен асығыс шешімдер жақсы нәтижеге әкелмейді. Көптеген тоқтылар күтпеген тапсырмалармен бетпе-бет келуі мүмкін. Мұндай жағдайда бұрынғы тәжірибе пайдасыз болуы ықтимал. Шешімді стандарттан тыс жолдардан іздеуге тура келеді. Бұл оңайға соқпайды. Дегенмен жеткілікті тырыссаңыз, бәрін еңсеруге болады. Ақша түсімдерінің кешігуі мүмкін. Қаржылық құжаттарды қайта қарап шығып, қателерді түзету немесе өз құқығыңызды қорғау қажет болуы мүмкін. Әсіресе бұл тоқты бизнесмендерге қатысты. Қақтығыстардан қорықпаңыз, олар сіздің пайдаңызға шешіледі. Көңіл күйіңіздің ауытқуы мен мазасыздықты бақылау әрдайым оңай болмайды. Бірақ алдымен ойланып, сосын ғана әрекет етсеңіз немесе сөйлесеңіз, өзіңізді ұстай аласыз. Жеке өміріңіз тосын сыйларға толы болуы мүмкін. Жас тоқтылар сақ болғаны жөн, бірден құлай сүйіп кетпеңіз. Жаңа танысқан романтикалық серіктес туралы алғашқы әсер әрдайым дұрыс бола бермейді. Торпақ сізге назарды ауыстыра білу қабілеті қажет болады. Көптеген торпақтар бір мезгілде жұмыс мәселелерімен де, отбасы жағдайларымен де айналысу керек болады. Бұл оңай емес, бірақ сіздің қолыңыздан келеді. Ең бастысы, ұсақ түйекке алаңдамай, өзіңіз әсер ете алмайтын жағдайларға бола уайымдамау. Бүгін әсіресе күннің бірінші жартысында басшылықтың көзіне түспеуге тырысыңыз. Әріптестермен бірлесе жұмыс істеуде қиын болуы мүмкін. Ешкім өз позициясынан бас тартқысы келмейтіндіктен ортақ шешімге келу оңай болмайды. Нәтижеге көңіл бөліп, амбицияңызды басқара білсеңіз ғана жетістікке жетесіз. Күннің екінші жартысында оң өзгерістер орын алады. Маңызды келіссөздер жүргізу немесе көпшілік алдында сөйлеу үшін сәтті уақыт. Шынайылығыңыз бен турашылдығыңыз айналаңыздағыларға жақсы әсер етеді. Жақын адамыңыз бен арадағы қатынаста келіспеушіліктер болуы мүмкін. Егер көбірек түсіністік танытып, шиеленісті жұмсартуға тырыссаңыз, жанжал туындамай тұрпақ шешіледі. Егіздер, батыл әрекет етіңіз. Бүгін сәттілік өз күшіне сенетін және жеткілікті күш салатын егіздермен бірге болады. Бүгін өз айтқаныңызды қайталау, біраз қырсық болу артық етпейді. Сіз басқаларға қарағанда жағдайда тезірек ұғынасыз, сондықтан сіздің идеяларыңыз болашағы зор болады. Бірақ өзгелерді өзіңізге сендіру үшін көп күш салудың қажеті жоқ, олар сіздің дұрыс екеніңізді тез түсінеді. Келіссөздер сәтті өтеді. Ұзақ уақыттан бері толғандырып жүрген мәселелерді басшылықпен талқылауға мүмкіндік туады. Күтпеген қаржылай табыстар болуы мүмкін, қарыздың қайтарылуы, сыйлық немесе жұмыс орнынан сыйақы. Эмоцияға берілмей, ойланбай сатып алулар жасамасаңыз, қажетсіз шығындардан аулақ боласыз. Сүйіктіңіз бен қарым-қатынасты нығайтып дамыту үшін тамаша күн. Барлығы романтикаға толы болады. Тіпті үй ішіндегі шаруа да көңілді бірлескен оқиғаға айналып, сіздерді жақындастырады. Шаян, батыл болыңыз, бәрі ойдағыдай болады. Өзіңізді көрсету үшін өте қолайлы күн. Құнды идеяларыңызды ортаға салып, айналаңыздың құрметіне ие боласыз. Кейбір шаяндар көшбасшылық қасиеттерін көрсетіп, жылдам мансаптық өсуге жол ашады. Шығармашылық қабілеттеріңіз оянып, қиын жағдайлардан ерекше жол табуға көмектеседі. Іскерлік байланыстарды нығайтып дамыту үшін қолайлы уақыт. Адамдарға ұнау, оларды өзіңізге қарату оңай болады. Бұрын қарсылас болғандар енді одақтасқа айналуы мүмкін. Болашағы бар іскерлік таныстықтар да болуы ықтимал. Достарыңыз сіз күтпеген жерден көмектесуі мүмкін. Күтпеген және едәуір үлкен қаржы түсімі болуы ықтимал. Бірақ бұл ақшаны бірден жұмсамаңыз, соны айтарлықтай үлкен болады. Оны қалай тиімді пайдалану керектігін сәл кейін ойлап табасыз. Ал романтикалық қатынастарда бәрі біркелкі болмайды. Сәтсіз қалжың немесе орынсыз ескерту сүйіктіңіздің ренжіп қалуына себеп болуы мүмкін. Арыстан өзіңізге деген сенімділік кез келген тосын жағдайдан шығуға көмектеседі. Көптеген арыстандар қиын жағдайда да жол тауып кетеді. Белсенділік, энергия және сенімділік сізге басқалар жеңе алмаған қиындықтарды шешуге мүмкіндік береді.
Бизнеспен айналысатын арыстандар үшін өте сәтті уақыт. Көптеген кедергілерді еңсеріп, әсерлі нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі болады. Жаңа бөлімшелер ашу үшін де қолайлы уақыт. Іс-әрекетіңізді дұрыс жоспарлап, өрескел қателіктерден аулақ бола аласыз. Адамдарға ұнау оңай болады, әсіресе жұмысқа қатысты істерде. Бұрын ортақ тіл табу мүмкін болмағандармен де келісімге келе аласыз. Құжат мәселелерін шешуге, түрлі ресми органдармен байланыс орнатуға да жақсы уақыт. Жеке өміріңізде де бәрі жақсы өтеді. Көптен бері сезімін білдіргісі келіп жүрген арыстандар бұл қадамға бару керек. Жаңа таныстықтар мен романтикалық қатынастардың басталуы ықтимал. Ал бұрыннан бірге жүргендер көптен бері назалап жүрген мәселелерді оңай шешіп алады. Бикеш, сабыр мен теңгерімділік бүгінгі басты артықшылықтарыңыз. Істейтін жұмыс көп болады, бірақ сізге бұл қиындық тудырмайды. Көптеген бикештер бұрын үмітсіз көрінген мәселелерді шешеді. Қиын жағдайлардан ерекше жол таба аласыз. Бұл шығармашылық ойлау мен жағдайға күтпеген қырынан қарай білу қабілетіңізбен байланысты. Адамдармен ортақ тіл табу оңайға соғады. Түсінігіңіз артады, басқалардың мүдделерін де ескеріп әрекет етесіз. Жаңа таныстықтар орнату оңай болады, және олардың көп ұзамай пайдасы тиеді. Жарнама шараларын өткізуге, көпшілік алдында сөйлеуге қолайлы уақыт. Сендіре білу шеберлігіңіз ашылады. Бұрынғы қарсыластарыңыздың да ықыласын өзіңізге аудара аласыз. Беделіңіз артып, бұл мансапқа оң әсер етеді. Қызметтік романның басталуы мүмкін, бірақ ол жұмысыңызға кері әсер етпейді. Ал ортақ қызығушылықтарыңыз жоқ адамдармен елеулі қарым-қатынас орнату екі талай, тіпті бастапқыда өзара ұнату байқалса да. Таразы, сабыр сақтаңыз. Барлығы бірден ойдағыдай бола бермейді. Сенімді серіктестер де сізді ойламаған жерден ұятқа қалдыруы мүмкін. Бірақ бұл олардың кінәсі емес. Көптеген таразыларға эмоцияларын басқару қиынға соғады, сондықтан жұмысқа зейін қою да қиын болады. Ауқымды жобаларға кірісудің қажеті жоқ. Күнделікті тапсырмаларға назар аударып, бұрын кейінге қалдырған істеріңізді аяқтауға тырысыңыз. Қаржылық қиындықтардан қашып құтылу қиын. Ақша кешігіп түсуі мүмкін, күтпеген шығындар немесе сәтсіз инвестициялар болуы ықтимал. Дегенмен мұқият әрі ойлы әрекет етсеңіз, бұл күрделі мәселеге айналмайды. Жаңа таныстарға бірден сенім артуға болмайды. Бұл әсіресе жас таразылар үшін маңызды, оларды алдап кеткісі келетіндер немесе аңғалдығын пайдаланып қалғысы келетіндер кездесуі мүмкін. Қызықты адамдармен танысу ықтимал, бірақ сақ болыңыз, алғашқы әсер жиі алдамшы болады. Асықпай адамды жақсылап танып алған жөн. Сарышаян, өзіңізді тежемеңіз. Қазір батыл идеяларды іске асыруға таптырмас сәт. Егер өзіңізге сеніп, әр қадамыңызды ұзақ ойланып отырмасаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Алғашқы ойыңыз ең дұрыс шешім болуы мүмкін, сондықтан тез әрекет етіңіз. Бұл сізге тамаша нәтижелерге жетіп қана қоймай, бәсекелестерден де озуға мүмкіндік береді. Маңызды істерді кейінге қалдырмаңыз. Күннің бірінші жартысында көп сарышаяндарға сәттілік серік болады. Кейбір мәселелер өздігінен шешіледі. Күтпеген жерден көмек келуі мүмкін. Қаржы мәселесінде сақ болыңыз. Егер ақша салуды жоспарлап жүрсеңіз, аз пайда келсе де, сенімді нұсқаны таңдаңыз. Сатып алуға асықпаңыз, жақсы баға немесе жеңілдік табуға болады. Кеш жақындарыңызбен ашық сөйлесу үшін қолайлы уақыт. Бір-біріңізді жақсырақ түсініп, туындаған келіспеушіліктерді шешіп, өзара түсіністікті нығайта аласыз. Мерген. Өзіңізден де, басқалардан да тым көп күтудің қажеті жоқ. Дегенмен қазіргі міндеттерді сәтті орындайсыз. Көптеген мергендер сабырлы және салмақты күйде болады, сондықтан қиындықтардан қорықпайды. Айтарлықтай ілгерілеу болмаса да, күрделі мәселелер де туындамайды. Өз мәселелеріңізден сәл алаңдап, жақындарыңызға көмек көрсетуге тура келеді. Бұл сіз үшін ауыртпалық болмайды және қарым-қатынасыңызды нығайта түседі. Жаңа байланыстар орнатуға, үзіліп қалған қатынастарды қалпына келтіруге қолайлы уақыт. Жағдайлар сіздің пайдаңызға шешіледі, қалағаныңызға жету үшін аз ғана күш салсаңыз жеткілікті. Кеш қонақтар қабылдау үшін қолайлы. Егер сізде ортақ іскерлік қызығушылықтар болса, талқылайтын және бөлісетін дүние табылады.
Бұрынғы бәсекелестерді жеңуге көмектесетін пайдалы ақпарат алуда мүмкін. Тәуешкі жетістік көп күттірмейді, бірақ бұл өз күш-жігеріңіз қажет емес дегенді білдірмейді. Көптеген тәуешкілер әріптестері мен басшылықтың алдында жақсы қырынан көрінеді. Бизнеспен айналысатындар үшін бұл әсерлі нәтижелерге жету мүмкіндігі. Шығармашылық қабілетіңіз артып, тіпті үмітсіз көрінген жағдайлардан да жол таба аласыз. Достық байланыстар жұмыс мәселелерін шешуде пайдалы болады. Перспективалы таныстар орнатуға немесе ықпалды қамқоршылар табуға мүмкіндік туады. Жаңа бірлескен жобаларды бастау үшін қолайлы уақыт. Ұзақ мерзімді әрі тиімді серіктестік орнатуға жақсы мүмкіндік бар. Бүгін үлкен әрі қымбат заттарды сатып алу үшін де сәтті күн. Қажетті дүниелерді тиімді бағамен таба аласыз. Жеңілдік сұраудан ұялмаңыз, көп жағдайда сізге оны беруге дайын болады. Қызықты адамдармен жаңа таныстықтар болуы мүмкін. Дегенмен бұл романтикалық қарым-қатынастың бастамасы бола қоймас. Бірақ сенімді, адал достар табу ықтимал. Су құйғыш уақытыңызды босқа өткізбеңіз. Күннің бірінші жартысы өте сәтті болады, сондықтан маңызды істерді дәл осы уақытта аяқтауға тырысыңыз. Көптеген су құйғыштар ерекше сенімді және шешен болады, түрлі адамдармен келісімге келу оңайға түседі. Ықпалды адамдармен келіссөздер жақсы өтеді. Сіз олардың құрметі мен ықыласына ие бола аласыз. Дегенмен сенімділігін әлі дәлелдемеген адамдарға толық сенуге болмайды. Кейбіреулер сіздің ашық жарқын мінезіңізді өз пайдасына пайдаланғысы келуі мүмкін. Бірақ сіз мұқият боласыз, сондықтан алдана қоймайсыз. Қаржыңызды тәуекелді жобаларға салуға асықпаңыз. Тіпті егер мол пайда уәде етілсе де, айналадағылардың сөзіне сене бермеңіз. Ішкі түйсігіңізге құлақ асыңыз, ол дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Көп су құйғыштар өздеріне тым көп міндет жүктейді, бұл сүйіктісін алаңдатуы мүмкін. Ол сіздің жағдайыңыз үшін уайымдайды, бірақ кішігірім келіспеушіліктерден аулақ болу қиын. Балықтар, асықпаңыз, энергияңыз артып, жұмысқа деген қабілетіңіз жақсарады. Бірақ сонымен бірге көптеген балықтар әртүрлі себептермен мазасызданып, әсіресе жеке өміріне байланысты уайымдауы мүмкін. Сол себепті дұрыс шешім қабылдау әрдайым оңай бола қоймайды. Тәжірибелі адамдардың кеңестері қажет болады, олардан көмектесуден тартынбаңыз. Толықтай олардың кеңесін ұстанбасаңыз да, жағдайға басқа қырынан қарауға мүмкіндік туады. Ұсақ қаржылық қиындықтар болуы мүмкін. Өз бетіңізбен жоспарсыз сауда жасамауға тырысыңыз. Тәуекелді авантюраларға ақша салудан бас тартсаңыз, жағдай жақсы болады. Бұрыннан сізге қарсы болып жүргендер белсенді әрекет ете бастайды. Олар сізге зиян келтіргісі келуі мүмкін, бірақ бұл әрекеттерінен ештеңе шықпайды. Сіз туралы тарап жатқан өсектерге қарсы тұрудың қажеті жоқ, уақыт бәрін өз орнына қояды. Көп ұзамай баяғы қарсыластарыңызды жеңіп шығуға мүмкіндік аласыз.